Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен ыстық тағамға картофельное лазанья дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қызып тұрған табаны сұйық маймен майлап, пиязды қызарғанша қуырып аламыз. Пиязды әбден қызартып қуырған соң фаршты қосып тағы да қуырамыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосамыз. Фарш суығанша қызанақты видеодағыдай дөңгелетіп тураймыз. Ірімшікті үкіштен өткіземіз және соус дайындаймыз. Соус ретінде мен сарымсақ қосылған қаймақты пайдаландым. Сіздер қаймақтың орнына майонез қолдансаңыз болады. Қызанақты дөңгелетіп турағандай картопты да дәл солай дөңгелетіп тураймыз. Формамызды сұйық маймен майлап, картопты видеодағыдай орналастырамыз. Үстінен тұз сеуіп, соусымызды жағамыз. Үстінен қызанақ, фарш салып, ірімшік себеміз. Барлығын дәл басындағыдай видеода көрсетілгендей қайталаймыз. Барлығын дайындап болған соң қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минутта картоп піскенше пісіреміз. Біздің картофельное лазанья дайын. Дәмі өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де каналыма тіркеліп қойыңыздар.